Ассалаумағалейкум. Так, биткоин қазір түсіп бара жатыр. Енді күн биткоинді қарап отырмын, мынаған қарасаңыздар болады. Міне мысалы мына қазір түсіп барады ғой тез. Объем аз. Баға түсіп барады, бірақ объем аз. Егер де мына қазір бір күндік таймфрейм. Егер де келесі күнде мысалы мына алдыңғы объемнан көтерілмесе, допустим, келесі күн ертеңгі күнде мынау ары қарай төмен қарай түсіп, бірақ объемна алдыңғы объемнан көтерілмесе, яғни онда бұл уже разворотный модель деген сөз. Баға түсіп барады, бірақ объем жоқ. Сондықтан бағаны 30-дан кейін сатып алуға болады. Даже не прям 30, 29-ға дейін жібере салуға болады. 29-ға барып, мынаның минимумы так 29-да 200, мынаның минимумы 29-да 200. Міне, теңге осы 29-да 200-ге дейін баға әлі де барады. Сол кезде бұйырса сатып алсаңыздар болады. Осы 30 деңгейден біраз төмен қарай түсіріп барып, сосын бірақ сатып алыңыздар. Енді үлгерсеңіздер, возможно, үлгермейді қаласыздар, мүмкін ол бір күнде тез түседі, уже резко көтеріліп кетуі мүмкін. Сондықтан қарап отырмыздар, міне бір күндік таймфрейм. Каждый раз понижающий түсіп келе жатыр, түскен кезде, егер енді тренд қой, мысалы, төмен қарай түсіп бара жатыр, бірақ объем жоқ болса, демек бұл не қозғалыс ұзаққа бармайды, тоқтайды деген сөз. Егер мынандай үлкен объемдармен резко түсіп жатса, онда бұл әлі де кетеді. Энергиясы жеткілікті әлі де жүре алады. Егер объем жоқ болса, онда демек ол ближайший деңгейде барып міндетті түрде тоқтайды.